тойға шақырды, қадірлі қонағым болыңыз деп шақырды. Мен арақ тұрған жерге отырмаймын мысалы. Енді оған екі таңдау да. Ана жақта қадірлі қонағым болыңыз деп шақырған адам келе жатыр. Және оған ұнамайтын бір нәрсе тұр дастарханда, арақ. Екеуін біреуін таңдау керек қой. Егер ол тойдың егесі арақты бәрібір қоятын болса, демек ана қадірлі, тырнақшаның ішінде қадірлі қонағынан гөрі бұл артық болып тұр оған. Осыны таңдап тұр. Егер мен шынымен де қадірлі болатын болсам, қой қонағымызға ұнамайтын нәрсені қоймақ деп алып тастау керек қой негізі. Бірақ ол қойды ма, демек сенің келуің, келмеуің қатты маңызды емес. Маңызды мынау дастарханда тұрған нәрсе деп тұр ғой енді. Демек ондай жерге, сен қадірлемейтін жерге, демек барудың да қажеті жоқ деген сөз ғой. Дүниесі бар, қадірлі біреу бар, ол қатты құрметтейді. Егер сол келіп айтса бар ғой, ол алып тастайды ғой негізі. Ала ма, алмай ма? Сен арақ қоясың ба десе, десе, онда тойыңа барамын дейсіз. Бірақ ана келу керек адам. Бәлкім той ананы үйіп төгіп алып келетін шығар біреу да енді. Егер ол келетін болса, мынау қоймайтын еді ғой негізінде. Демек, оның қадірі бар. Ал егер мені қадірлі қонақ деп шақырып тұрып ананы қоятын болса, демек маған әшейін астарымен айтып тұр ғой, қатты қадірлемесің деп тұр ғой негізінде. Келсең кел, келмесең бәрін мен қоямын. Аны шақырудағы өтірік қадірлі қонақ деген өтірік сөз болып жатты.